Ораза 2026 ауыз бекітуге қалай дайындалу керек? Рамазан айының басталуына санаулы ғана уақыт қалды. Бұл жай ғана аш жүру емес. Бұл адам өзін қайта танып, жанын тазартып, сабыр мен шүкірді үйренетін қасиетті ай. Көп адам оразаны диета секілді қабылдайды. Ал шын мәнінде Рамазан жанға арналған тәрбие. Сондықтан оразаға дайындықты тоңазытқыштан емес, ниеттен бастау керек. Алдымен өзіңізге мына сұрақты қойыңыз. Мен не үшін ораза ұстаймын? Сауап үшін бе? Өзімді тәрбиелеу үшін бе? Жаман әдеттерден арылу үшін бе? Ниетіңіз анық болса, ораза жеңіл өтеді. Себебі саналы түрде ұсталған оразада стресс аз болады. Ал стресс аз болса, аштықта, шөлде ауыр сезілмейді. Енді келесі қадам Рамазан айын жоспарлау. Бұл бір айда не істегіңіз келеді? Көбірек Құран оқу ма? Тіліңізді, көзіңізді, ойыңызды тазарта түсу ме? Әлде өзіңізді жақсы жаққа өзгерту ме? Рамазан өзгеруге берілген үлкен мүмкіндік. Сол мүмкіндікті жіберіп алмау үшін алдын ала жоспар қажет. Енді ең маңызды сұрақтардың бірі: ағзаны оразаға қалай дайындаймыз? Шынын айтсақ, ораза алғашқы күндері оңай болмайды. Қарын ашуы мүмкін. Шөл қысады. Әлсіздік сезіледі. Себебі ағза бірден басқа режимге өтеді. Сондықтан Рамазанға 2-3 апта қалғанда біртіндеп дайындық бастаған дұрыс. Кофе ішетін болсаңыз азайтыңыз. Қою шай мен қантты да біртіндеп қысқартыңыз. Порцияны кішірейтіңіз. Түнде тамақ жеуді доғарыңыз. Егер кофеинге тәуелді адам бірден тоқтатса, оразаның алғашқы күндері басы ауруы мүмкін. Сондықтан бәрін ақырындап жасаңыз. Келесі маңызды тақырып: ұйқы режимі. Рамазанда көп адамның ұйқысы бұзылады. Таңғы сәресі, түнгі намаз, ауызашар. Бәрі бірден жиналады. Сол үшін ұйқыны да алдын ала реттеу керек. Қазір қыс мезгілі. Күн ерте батады, түн ұзақ. Осы мүмкіндікті пайдаланып, кешке ертерек ұйықтаңыз. Таңертең ерте тұруға үйреніңіз. Күндіз 20-30 минут көз шырымын алыңыз. Тағы бір маңызды нәрсе: телефон. Ұйықтар алдында экранға телміре беру ұйқыны бұзады. Экран уақытын азайтсаңыз, ағзаңыз жаңа режимге тез бейімделеді. Енді тұрмыстық жоспарға тоқталайық. Оразада өзіңізді қатты шаршатпаңыз. Ауызашарды жарысқа айналдырудың қажеті жоқ. Иә, дастархан әдемі болғаны жақсы. Бірақ ең бастысы береке. Ас мәзірін алдын ала жоспарлап қойыңыз. Жартылай дайын тағамдарды ертерек әзірлеңіз. Маңызды емес кездесулерді қысқартыңыз. Көп энергия алатын жұмыстарды күннің бірінші жартысында бітіріп тастаңыз. Сонда оразада уақытыңыз көбейеді. Шаршау азаяды. Құлшылыққа көңіл бөлесіз. Психологиялық дайындықты да ұмытпаңыз. Оразада адам сезімтал келеді. Бұл қалыпты жағдай. Мұндай кезде жаңалық оқуды азайтыңыз. Әлеуметтік желіге көп кірмеңіз. Бос сөзден сақтаныңыз. Оның орнына дұға оқыңыз. Зікір айтыңыз. Тыныштықты таңдаңыз. Өмірдің ырғағын сәл баяулату. Жанға үлкен демалыс. Егер үйіңізде бала болса, оларға Рамазанның мәнін дұрыс түсіндіру өте маңызды. Қысым жасамаңыз. Қорқытпаңыз. Мәжбүрлемеңіз. Балаларды ауызашарға дайындауға қатыстырыңыз. Рамазанның мейірім айы екенін айтыңыз. Өзіңіз үлгі болыңыз. Бала оразаны тыйым емес, жақсылыққа апарар жол ретінде қабылдауы керек. Қорытындылай келе, Рамазан бір айлық қиындық емес. Рамазан бір айлық тазалық. Ниетіңізді түзеңіз. Ағзаңызды дайындаңыз. Өзіңізге ауырлық емес, жеңілдік жасаңыз. Сонда ораза сіз үшін міндет емес, жанға тыныштық сыйлайтын ең берекелі айға айналады.